Каналға қош келдіңіздер. Лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Ғаламда жерлік рухтар және жерлік емес рухтар бар. Ғаламнан ақпарат. Жерлік рухтар барлық ғұмырларын жерде өткізіп, кармалық сабақтардың барлығынан өтіп жатқан рухтар. Олардың көпшілігі ескіні толық жауып, жаңа беттен бастау үстінде. Бұл рухтар отқа да, суға да күйген, шыңдалған, карманың алуан түрлі сынақтарынан өткен. Олар көрмегенді көрген, талай өмірді бастан кешірген. Опыттың барлық түрінен өткен. Бір өмірінде залым болған, келесі өмірінде ғалым болған. Әулие де болған, диуана да болған. Яғни рухани дамудың бүкіл сатыларынан өткен. Жерде толық шыңдалып, әлі де осында жүр. Қайта туылу процесі де өте жылдам жүреді. Кей жерлік рухтар 2 жыл сайын қайта туылып, сабақтарын үздіксіз жалғастырып отырады. Жерлік рухтар көбінесе жердегі кармаларды өзгертумен, тазартумен айналысады. Олар жер заңдылықтарына бағынып өмір сүреді. Тағдыр, сынақ, өткел, бәрі сол заңдылықтар аясында өтеді. Осындай күрделі тәжірибелер арқылы олар темірдей мықты, рухани тұрғыдан шыңдалған рухтарға айналады. Өмірде талай бұрылыстар мен бұралаң әрекеттер жасап, сол арқылы кемелдікке жетеді. Олар бүкіл адамдық тәжірибені жақсы біледі. Ал жерлік емес рухтар жерге өте сирек түсетін және көбіне қысқа ғана ғұмыр кешетін рухтар. Олардың жердегі миссиясы жеке бастың емес, ұлт, қоғам, орта, ел деңгейіндегі қызмет. Олар өздеріне жүктелген рухани тапсырманы орындап, өмірден ерте өте шығады. Оның мәні жеке бас кармасы мүлде жоқ. Жерлік емес рухтардың ең ұзақ өмір сүру жасы 50 жасқа жетуі мүмкін. Бірақ көбіне олардың ғұмыры 30 бен 35 жас аралығында болады. Олар қысқа өмірінде ғұмырлық миссиясын толықтай атқарып үлгереді және бұл дүниеден кенет тосыннан өтеді. Мұндай рухтардың жеке бастық кармасы мүлде болмайды. Егер отбасылы болса, олардың махаббаты таза, шынайы, терең сезімге негізделген. Олар ешқашан ауыр карма жасамайды. Себебі бұл рухтар адамзатқа пайда келтіру үшін ғана туылады. Кармалары да тек жанама түрінде болуы мүмкін. Басқаларды оятып, бағыт беріп, көмек көрсетіп, тәрбиеші, ұстаз ретінде туылады. Олардың бүкіл әрекеті жоғарғы әлем арқылы іске асады. Жерлік емес рухтар көбінесе тылсым заңдылықтарымен, сананың биік деңгейлерімен көрінбейтін энергиялар арқылы әрекет етеді. Олар ғалам заңдылықтарына бағынады. Сондықтан да олардың өмірлік жолы, сезіну мен таңдау жүйесі жерлік шындықтан өзгеше, әлде қайда нәзік әрі терең. Олар көп әрекет жасамайды. Бір ғана түзу жолмен жүріп, бар міндетін дәл орындайды. Яғни олар ауыр кармадан түгелдей ада. Екі түрлі рухтың өмір сүру жолы заңдылық. Бұл дамудың табиғи жолы. Бірі тәжірибе арқылы, екіншісі таза миссия арқылы. Бұл да жаратқанның қалауы. Ғаламда ештеңе кездейсоқтық емес. Әр рух өз деңгейінде, өз заңымен өмір сүріп, үлкен жоспардың бір бөлігіне айналып отырады. Қазіргі кезеңде ғаламда осы екі түрдегі рухтар да бар. Көзіңізді ашып, жүрекпен қарап байқасаңыз, сезесіз, танисыз.